Армысыз құрметті тыңдарман, арнамызға қош келдіңіз. Әңгімені тыңдап бастамас бұрын, каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бірінші бөлім. Алдамшы жар. Айдана терезеден Алматының көктемгі кешіне қарап отыр. Қолында ыстық шай, жүрегінде бір түрлі мазасыздық. Әлеуметтік желіден келген хатты әлденеше рет оқып шықты. Ассалаумағалейкум, қарындасым. Сенің иманың мықты екені байқалады. Осындай адал қыздармен сөйлесу мен үшін мәртебе. Алланың ризалығы үшін ғана байланысып отырмын. Бұл Нұралидің алғашқы хаты еді. Бейтаныс, бірақ сөзі әсерлі. Кейіннен күнде жазысатын болды. Дін жайлы, парыз жайлы, қоғамдағы бұзылған құндылықтар жайлы. Айдана бұрын онша мән бермейтін нәрселерге енді терең үңіле бастады. Анасы оның соңғы кездері көп өзгергенін байқады. Бұрынғы ашық, шат-шадыман мінездің орнын үнсіздікпен ой басқан. Айдана намазға беріліп, сыртқы киімін де өзгерте бастады. Қызым, бәрі дұрыс па? Деді анасы бір кеште дастархан басында. Иә, мама. Тек енді басқаша өмір сүргім келеді. Бұл басқаша өмірдің ішінде жат идеологияға бой алдырып жатқанын ата-ана аңдамады. Ал Айдананың жүрегін Нұралидің сөзі баурап алған еді. Нағыз мұсылман өмірі Шам жерінде. Бұл жақта тек харам мен күпірлік. Егер Алланы сүйсең, онда оның жолында бол. Айдана көп ойланды. Бір күні ол шешімге келді. Мама, мен Түркияға тіл курсына барамын. 1 айлық бағдарлама. Жатақханада тұрам. Бәрі заңды. Түркия. Қап, тым алыс қой. Бірақ жарайды. Тек сақ бол, айналайын. Сол кеш Айдананың отбасымен болған соңғы түні еді. Екінші бөлім. Шекараның ар жағындағы шындық. Ататүрік әуежайының ыстығына тұншыққан көктемгі түні. Айдана алғаш рет туған елінен жырақтап тұр. Бойын белгісіздік билеп тұрғанмен, Нұралидің сөзі оны алға жетелей берді. Түркия туристермен толы, жарқыраған қала. Бірақ ол бұл жердің жарығын көрмеді. Бірден ұйымдастырылған бағдарлама аясында өзіне белгіленген пәтерге жеткізілді. Онда тағы 2 қыз бар екен, бірі өзбек, екіншісі дағыстың. Үшеуі де Нұралидің сөзіне сеніп келгендер. Келесі күні түнде бір ер адам келді. Қолында жол картасы мен қысқа нұсқау. Ертең түнде Суричен шекарасына барамыз. Қолдарына құжат берілмейді. Алланың разылығы үшін сабыр қылыңдар. Қыздардың бірі, Мадина, көзі шарасына шыққан күйде сұрады. Ал біз қайталамыз ба? Бұл заңды ма? Бұл дін жолы. Заң адам ойлап тапқан нәрсе. Біз Алланың заңымен жүреміз. Сол түні Айдана алғаш рет терең қорқынышты сезінді. Ішінен, не істеп жатырмын мен? Деді. Бірақ артқа жол жоқ еді. Түркия мен Сирия арасындағы шекара қараңғы. Аяқ астында мина болуы мүмкін, жоғарыдан ұшақтар үнемі бақылауда. Бірақ олар арнайы адамдардың көмегімен тау ішіндегі тар жолмен өтті. Сапар ауыр болды, 2 күн жаяу жүрді, аштық, шөл, қорқыныш. Жол жөнекей ат сүні естіліп, қираған үйлер, қан сіңген топырақ көздеріне іліне берді. Ақыры, олар Идлибтің шетіне жетті. Оларды қарсы алған автомат асынған, түрі суық ер адамдар. Әрқайсысы қыздарға көз жүгіртіп бір-бірінен таңдап алды. Айдананы Нұрали алды. Енді сен менің жұбайымсың. Никах оқылды. Бұл Алланың бұйрығы, деді ол. Айдана үндемеді. Қарсылық айту қауіп. Онда әрбір сөз, әрбір қимыл өлімге себеп болуы мүмкін. 3 бөлім. Жесірлер үйі. Айдана Сирияға келгеннен кейінгі алғашқы айларда ақ өмірінің мәңгі өзгергенін ұқты. Нұрали о бастағыдай мейірімді емес еді. Сен менің әйелімсің деген сөз енді бұйрыққа, тіпті қорқытуға айналды. Ол күнде майданға кететін, түнде шаршап ашумен оралатын. Айдана үндемейтін. Өйткені бұл үнсіздік аман қалудың жолы. Бір күні Нұрали қайтып келмеді. 4 күннен кейін ғана хабар жетті. Шейіт болды. Көз жасына ерік беруге де рұқсат жоқ еді. Айданаға бір әйел келіп, құтты болсын, енді сен нағыз маджахет жесірсің. Біз сені жесірлер үйіне апарамыз, деді салқын дауыспен.
Жесірлер үйі өз ерлерінен айырылған, бірақ әлі де пайдасы бар әйелдердің орны. Мұнда тұрмысқа мәжбүрлеп қайта-қайта беру қалыпты дүние. Бұл соғыс заңдылығы бұрмаланған шариғат. Айдана алғаш келген күні оның аты жазылған парақты бір қарулы адам қолына алып, жаңа күйеуі дайын деді. Жоқ, өтінем, болмайды деді Айдана тізерлей отырып. Бұл сенің еркіңде емес деді күзетші әйел, қарсылассаң бала көтере алмайтын күйге жеткізеді. Немесе жойып жібереді. Осылайша ол екінші еркекке берілді. Бұл жолғысы нағыз айуан еді. Айданаға күн сайын қысым көрсетті. Ол азап шекті. Ауырды, бірақ тірі қалуға тырысты. Жанында кішкентай өмір пайда болғанын сезген сәтте ғана ол алғаш рет жарық көрді. Жат жерде, қараңғыда, іштегі сәби ғана оның жанын тіреп тұрды. Сол күндері Айдана өзіне ант етті. Қашам не болса да. Тіпті өлсем де қызымды бұл тозаққа қалдырмаймын. 4 бөлім. Ана мен тозақ. Айдана жүктілігін алғаш сезген сәт, қорқыныш пен үміттің қатар туған күні еді. Ішіндегі сәбидің жүрек лүпіліне құлақ түрген сайын, ол өмірден алыстап емес, керісінше тірі қалуға, күресуге жақындап бара жатқанын сезді. Бірақ бұл қуаныш тым қауіпті. Мұнда елдің баласы оның өз меншігі емес, ұйымның меншігі. Көп жағдайда балалар ерте жасынан қаруландырылады, қыздар өзге сарбаздарға сый етіледі. Айдана іштегі сәбиді ешкімге сездірмеді. Киімін кеңетті, тамақты аз ішіп көп сөйлемеді. Күн сайын сәбидің амандығына дұға жасады. Екінші күйеуі Мұттақи күдіктене бастағандай болды. Ол Айдананың жанарынан әлдебір жарықты, ішіндегі өзгеше тіршілікті сезгендей. Бірдеңе жасырдың ба? Деді ол бір кеште, қабағын түйіп. Жоқ, шаршап жүрмін деді Айдана үнсіз басын изеп. Бірақ алдамшы бейбітшілік ұзаққа бармады. Тағы бір әйел, Айман, Айдананың ішін сипап көріп. Сен жүкті екенсің. Құттықтаймын, бірақ бұлар оны саған қалдырмайды деді аянышты көзбен. Айдана түн сайын есіктің алдына құмиып, балтаның даусын естіген сайын дірілдеп, ішіндегі сәбиімен бірге жалбарынды. Ол дүниеге аман келсе, қалай аман алып қалуға болады? Жауабы біреу еді, қашу. Кез келген бағаға. Айдана босанар сәт жақындағанда қатты ауырды. Ол лагердің бір шетінде ескі сарай тәрізді ғимаратта босанды. Жанында Айман мен тағы 2 әйел ғана. Дәрігер жоқ, жарық жоқ. Бірақ ол дүниеге қыз әкелді. Қызын алғаш құшағына алған сәтте Айдананың көзінен жас емес, шындық ағып түсті. Бұл тек сәби емес. Бұл оның жалғыз үміті, жалғыз күші еді. Амина. Сенің атың Амина болады, таза бол, таза өмір сүр деді ол жылап. Бірақ Мұттақи бұны білген күні. Сәбиді бізге тапсырасың. Жақында бір аға Моджахет үйленбек. Әйелі болуға тәрбиелейміз деді. Бұл сөз Айдана үшін үкім еді. Осы түні ол Аминаға қарап тұрып. Енді қашпасам, сенің болашағың тозақ. Мен бұған жол бере алмаймын. Сол түні Айдана орамалдың ішіне сәбиді орап, Айманмен бірге жолға шықты. Олар құпия өткелді білетін бір курд қариясының көмегіне жүгінді. Түнек иттер үреді. Аспан жарылып жатқандай алыстан атқылау даусы келеді. Тыныш, Амина, деді Айдана қызын бауырына басып. Олар шекараға жетті. Түркия жақтағы әскери бекетке дейін соңғы 100 метр қалған кезде көлеңке қозғалды. Тоқта, кім бар? Деп айқайлады автомат асынған бір жас жігіт. Айдана жылап жіберді. Мен қазақпын. Қазақстаннанмын. Қызыммен қашып келдім. Аман алып қалшы. Кейіпкер үнсіз қалды. Сосын, жүгір, деді. Олар Түркия аумағына өтті. Жылап тұрды. Кір қожалақ, қираған, бірақ аман. Амина оның құшағында шырылдап жылап жатты. Бұл жылау өмірдің белгісі еді. 5 бөлім. Оралған рух. Түркиядағы босқындар лагерінде өткен бірнеше апта Айдана үшін бір ғасырға татырлық кезең болды. Жуынатын су, суық, тамақ тапшы, ұйқы бөлшектеніп кеткен. Бірақ бастысы, енді ол еркін. Қасында Амина, бұл жеткілікті.
Бірнеше күннен кейін Қазақстан елшілігінен адамдар келді. Тексеру, сұрақ-жауап, деректер жинау, қауіпсіздік шаралары. Айданаға сенбегендер де болды. Жас қыз, соғыс аймағынан жылаған сәбиімен. Бұндайларды жиі көретін офицерлер оны әуелі сынай қарады. Бірақ ол бәрін шындықпен айтып берді, көз жасымен дірілдеген үні бәрінен де артық дәлел болды. Біз сізді елге қайтарамыз. Бірақ бәрі оңай болмайды, деді бір дипломат. Елге барған соң арнайы бағдарламаға қатысасыз. Психологиялық көмек көрсетіледі. Қоғам түсіне қоймайды. Дайын болыңыз. Алматыға ұшақ қонған сәтте Айдана көзін жұмып, көкірегімен терең тыныс алды. Жер өзінің жері. Баласын бауырына қысып тұрып күбірледі. Қайда барсаң да, отан жалғыз. Ол әуежайда анасы мен інісін көрді. Анасының шашы ағарып кетіпті. Құшағына жүгіріп барып Айдана: "Кешір, мама, кешір мені", деді. Анасы ештеңе демеді. Тек құшақтап тұрып жылады. Амина үнсіз анасының иығына басын қойып ұйықтап қалды. Бірақ елге оралған Айдана үшін өмірдің күресі енді басталды. Кейбір адамдар оған аяушылықпен қарады, кейбірі жек көрінішпен. Сириядан келген бе? Террористермен тұрған әйел дейді. Баласы кімнен екен? Мұның бәрі Айдананың құлағына жететін. Бірақ ол енді үн қатпады. Оның өмірі сынақпен суарылған. Сыртқы сөз оған енді әсер етпейтін еді. Реабилитациялық орталықта ол өзгеде тағдыр иелерін кездестірді. Түрлі елдерден келген, әрқайсысының тарихы ауыр. Бірақ ең бастысы, бәрі өмірді қайта бастағысы келеді. Психолог оған бір күні: "Сіз тірі қалғаныңыз үшін кінәлі емессіз. Керісінше, тірі қалу арқылы сіздің миссияңыз жалғасып жатыр. Сіз енді өз тарихыңызды айтуыңыз керек. Бұл тек өзіңіз үшін емес, өзгелер үшін де." Сол күні Айдана бос дәптер алды. Қаламын қолына алып, ең алғашқы сөзін жазды. "Менің атым Айдана, мен Сирияда болдым. Бірақ мен тек тірі қалған жоқпын. Мен қайта тірілген адаммын." Қорытынды тарау: Амина үшін өмір. 10 жыл өтті. Алматының шет жағында орналасқан кішкентай, бірақ жылы орталықта әйелдер мен балалардың күлкісі естіледі. Бұл Амина үміті деп аталатын қоғамдық қор. Мұнда соғыс аймағынан оралған, зорлық-зомбылық көрген, тағдыр тепкісіне түскен әйелдер келіп емін табады. Бұл орталықта ашқан Айдана. Ол бүгінде мықты, сабырлы, жүзінде нұр бар әйел. Бұрынғысы жүректе, бірақ ол жараны енді ашпайды. Ол сол жарадан гүл өсіре білді. Өмірінің мәнін енді тек өзі үшін емес, өзгелер үшін сүріп жүр. Қасындағы кішкентай қыз енді бой жетіп қалған 10 жастағы Амина, мектептің үздік оқушысы, тілі. "Анашым, бүгін сыныпта Сирия туралы сұрадық. Мен үндемедім", деді бір күні. Айдана тоқтады. Қызын құшағына басты. "Әзірше үндемей-ақ қой. Бірақ бір күні сен бұл оқиғаны өзің айтып бересің. Бірақ ол кезде сен жыламайсың. Себебі ол сенің емес, менің қайғым. Ал сен менің үмітімсің." Кешке орталықтың конференц залында Айдана сөз сөйледі. Қарапайым ғана сөйледі. "Мен бұл өмірде көп қателестім. Бірақ ең бастысы, мен үнсіз қалмадым. Қазір мені түсінбейтіндер көп. Бірақ мен олардың орнында болсам, мен де түсінбеуім мүмкін еді. Мені кешірмеңіздер, мені тыңдаңыздар. Бәрімізге үміт керек. Кейде үміт тек бір сөзден тұрады: сен жалғыз емессің." Ол сахнадан түскен кезде Амина анасына жүгіріп келіп қолынан ұстады. Екеуі терезе алдына барып тұрды. Көктемгі Алматының шамдары жарқырап тұр. "Анашым, мен де өскенде адамдарға көмектесем. Сен менен де мықты боласың, Амина." Ол терең тыныс алды. Бұл жолы қорқыныш емес. Бұл жолы еркін тыныс. Айдана енді азапта емес еді. Ол тірі. Және ол тіршіліктің өз бейнесі.